Hello, filmmaker, сіздермен бірге Асқар. Бүгін біз табысты адам қалай боламыз, сол туралы айтатын боламын. Осы екі нәрсе бар. Осы екі нәрсені кім жақсы білет, және онымен жақсы жұмыс жасайды, сол табысты адам болады. Любой сферада, мысалы, бухгалтерсіз, экономистсіз, мобилографсыз, ютуберсіз, тағысын. Короче, қандай нәрсе болса да, қандай маман иесі болсаңыз, сіз екі нәрсені білетін болсаңыз, және онымен жақсы жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз успешный боласыз. Ал ендеше екі нәрсе дегеніміз не ол? Қандай нәрсе? Біріншісі мышление, екіншісі ол навык. Каждыйына навык дегенді білесіздер, қазақша қабілет. Бір нәрсені профи түрде білу. Ал каждыйына тоқталып өтетін болсам, біріншісі мышлениенің дұрыс болуы, ол сіз қорықпау керексіз және ұялмау керексіз. Істейтін нәрсеңізді любой кезде алдыңыздан шығатын қорқыныш немесе ұялу болса, онда оны сіздер алып тастайсыздар. Мысалы, сол проблеманың келетін жолдарынан қорқасыз. Мынау нәрсені істей қалсам болмайды, былай істесем, неше түрлі қорқыныштар болады. Сіз бір нәрсені бастаған кезде, любой кезде оның қорқыныш жақтары болады. Жүрмей қалса қалай, позор болып қалса қалай, анау, мынау, бір видео түсіруге қорқады біреу мысалы. Мысалы, сіз мобилограф бола алмай қаласыз. Мобилограф или фильммейкер, или ютубер бастап көрсем қалай болады, жұмысымнан айырылып қалам ба, басқа. Короче, сондай әңгімелер қорқасыз сол жолдағы қиыншылықтарға. Сіз егер қорқпайтын болсаңыз, онда сізде кәдімгідей алдыңызда үлкен нәрселер күтетін болады. Екіншісі ұялу. Ұялу дегеніміз білесіздер, мысалы достарым не дейді, үйдегілер не дейді, таныстарым не дейді, жалпы осы істеп жатқан нәрсемді көрген адамдар не дейді, сол туралы сіздің ұялатыныңыз. Әрине ол істеп жатқан нәрсеңіз ұялатын немесе қорқатын нәрсе болмаса, онда стоит, конечно. Қорқатын нәрсе болса, уже қорқуыңызға тұрады. Ал егер сіз осы нәрсе істейін деп жатқан нәрсе ұялатындай нәрсе болса, онда ұялуға тұрады. Бірақ біздер көбінесе кейде қорықпайтын нәрседен қорқып, ұялатын нәрседен ұялып қаламыз. Көптеген адамдар осы екі нәрсе себепті жетістікке жете алмай жатады. Сол үшін де сіздер обязательно қорықпаңыздар, ұялмаңыздар. Әрине ол сондай нәрсе болса. Екінші нәрсе навык дейді. Екінші нәрсе навык, білесіздер, ол қабілет адамда. Мысалы, сіз қабілет дегенде адамда неше түрлі қабілеттер бар. Мысалы, сіз ютуберсіз, немесе мобилографсыз, сату мамансыз, может, былай айтқан кезде сізде бір белгілі бір күшті жағыңыз бар, экспертлігіңіз бар. Сондай бір қабілетіңізді сіз дамыта түсіңіз. Біліңіз, оқыңыз, істеңіз және дамыта түсіңіз. Егер адамға дейді да, мысалы, ақша қай кезде төленеді, сіз проблеманы шешкен кезде. Ал проблеманы қалай шешеді, осы екі нәрсе арқылы. Қорықпау керексіз, ұялмау керексіз және былай. Ал екінші жаңағы сіздің навыкыңыз, сіздің біліміңіз. Мысалы, мобилографтың темасын айта кетсем, навык қалай болады, қабілетті. Ол жерде сенің жақсы видео түсіре алуың, және де неше түрлі фантазияны қоса білуің, түстермен жұмыс, жалпы айтқан кезде сіздің профи маманыңыз, яғни мамандығыңыздың профи бола алуыңыз. Яғни профи мобилограф немесе фильммейкер бола алатын тұстарыңыз. Ал навык дегеніміз сол қабілетті дамыту. Жалпы айтқан кезде сіздерде дамытумен болу керек. Любой кезде үнемі сіздер даму керексіздер. Осы навык мәселесі тоқтай кететін болсақ, навык ол қабілет любой сферада керек болады. Ютубер болсаңыз да, мобилограф болсаңыз да, және де басқа сол сияқты маман иесі болсаңыз да, осы қабілетіңізді обязательно дамыта отырыңыз. Сосын алдағы айтатын нәрселеріміздің барлығы осы екі нәрсенің айналасында болады. Мысалы, барлық жұмыстар қабілет және де мышлениенің дұрыс болуынан. Сонымен фильммейкер, егер де сен осы екі нәрсені шыңына жеткізіп біліп және успешный болғың келсе, яғни табысты болғың келсе, төменгі сілтемеге кіріп толықтай білсеңіз болады. Біз сізді күтетін боламыз. Көрермендер, егер де сіздерде қандай да сұрақтар болса және ұсыныстар болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, бөлісіңіздер. Сау болыңыздар. Жаңағыдай түсіріп өтті, лай болмай қалған кадрларын ше.